Неге қазақтар қара шаңырақ дейді? Неге ақ емес, қызыл емес, қара? Шаңырақ киіз үйдің уықтарын біріктіріп ұстап тұратын ең жоғарғы күмбез. Оның жиһаз ретінде қызметінен басқа да рөлі бар. Мысалы, қазақтар атадан балаға мирас болып келе жатқан үйді қара шаңырақ деп атайды. Ең әуелі киіз үйдің басқа бөліктерін емес, нақты шаңырағы атадан әкеге, әкеден балаға мұра болып беріледі. Сондықтан да ол отбасылық жәдігер ретінде құрметтеледі. Шоқан Уәлиханов сонау 19 ғасырда көшпенділерді киіз үйі әлемнің моделі екен, ал ондағы әр бөлік сакралды мәнге ие деп жазып кеткен. Окей, бірақ ол неге қара шаңырақ? Жалпы түркілер түстерді қандай да бір мән мағынамен байланыстырған: ақ солтүстік тазалық, қызыл от күш оңтүстік, көк аспан тіршілік, қара орталық қайнар көз. Жазушы Оразақын Асқар Қара өлең кітабында қара түсіне тоқталып, ол ежелгі бастапқы байырғы дегенді білдіреді дейді. Ал қара сөзінің этимологиясын зерттеген Серікбол Қондыбай оны ежелгі түпкі сөздермен байланыстырады. Лингвист Рабиға Сыздық қара түсі ұлы байырғы негізгі дегенді білдіреді деп, қара халық, қара жер деген тіркестерді мысал етеді. Осыған қарап, қара шаңырақ деген тіркес үйдің сол әулетке байырғы кезден тиесілі екен байқауға болады. Өнертану ғылымдарының докторы Лейла Махаттың айтуынша, сол атадан балаға мұра болып қалатын қара шаңырақтың қазанда неғұрлым көп ас дайындалып, от тұталса, соғұрлым береке бірлігі жарасқан отбасы саналатын. Әдетте отбасының кенже ұлы қара шаңырақтың иесі болып қалады. Десе де, ол үй барлық әулетке тиесілі. Себебі ол отбасының дәстүрі, естеліктері сақталатын ыстық мекен. Мемлекеттік рәмізіміз елтаңбада да шаңырақтың бейнеленуі бекер емес. Ол Қазақстанның үлкен әулет екен, ал жеріміз мұнда мекен ететін барша халыққа ортақ үй дегенді білдіреді. Күнделікті еститін, қолданатын ұғымдарды да қалам-балам осылай түсіндіріп береді. Сұрағың болса пікірге жаза кет.